Саламатсыздар ма? Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі есеп және аудит мамандығы бойынша мемлекеттік сатып алу пәні. Сабақтың тақырыбы аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру. Пән оқытушысы Семжанова Гүлмира Махамбетқалиқызы. Сабақ. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру. Аукционға, мемлекеттік сатып алудағы аукционға, осы аукционды ұйымдастырушы және өнім беруші қатысады, яғни кәсіпкерлер қатысады. Жалпы аукцион дегеніміз, ол латын тілінен аударғанда аукцион, яғни бәсеке, сауда деген сөзінен шыққан. Аукционның бағаны көтеріп, немесе бағаны төмендетіп жүргізетін түрлері бар. Аукцион ашық және жабық түрде жүргізіледі. Мемлекеттік сатып алуда аукционды бағаны төмендету арқылы тауар тобын, яғни лотты кім бірінші циферблат тілін ең төменгі баға беріп тоқтатса, сол қатысушы жеңімпаз болып анықталады. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруда ең бірінші аукцион веб-порталда жүргізеді. Аукционды бірыңғай оператор жүргізеді, сонымен бірге ол бір лотта жүргізіледі. Аукционға қатыса алады, біліктілік талаптары сәйкес келген бір қатысушы және аукциондық құжаттамасы сәйкес келген өнім беруші. Сонымен бірге мемлекеттік сатып алу заңының 21, 22, 23, 24, 25 баптарына сәйкес келген өнім беруші. Осы заңдылықтардың барлығына сәйкес келіп, аукционға қатыса алатын барлық талаптардан өткеннен кейін аукционға ол өнім берушіні аукционға жіберіледі. Мемлекеттік сатып алуды бірнеше комиссияның түрлері бар, яғни 3 комиссия. Ол біріншіден конкурстық комиссия, сараптама комиссиясы, аукциондық комиссиясы. Комиссияның құрамының өзінің белгілі бір талаптары бар. Біріншіден, ол 3 адамнан кем болмау керек. Сонымен бірге осы комиссияның құрамына кіре алатын біліктілігі сәйкес келу керек және оның жеке мүддесі болмау керек. Олардың міндеттері өтінімдерді қарау, қатысушыларды таңдау және өтінімдер бойынша хаттама жүргізу. Аукциондық комиссия аукционға қатысуға өтінімдерді қайтадан қарау нәтижелері бойынша біріншіден біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін өнім берушілерді аукционға қатысушылар деп таниды. Аукционға қатысуға жіберу туралы хаттаманы рәсімдейді. Аукционға қатысуға жіберу туралы хаттамаға аукциондық комиссияның барлық мүшелері өнім берушілерді аукционға қатысуға жіберу туралы шешім қабылданған күні қол қойылады. Аукциондық комиссияның хатшысы аукционға қатысуға жіберу туралы хаттаманы оған қол қойылған күні мемлекеттік сатып алу веб-порталына орналастырып, аукционға қатысуға өтінімдер берген барлық әлеуетті өнім берушілерді электрондық пошта арқылы автоматты түрде хабардар етеді. Аукционға қатысуға жіберу туралы аукциондық комиссияның шешіміне осы заңда белгіленген тәртіппен шағымдануға болады. Аукцион мемлекеттік сатып алу веб-порталында күні белгіленеді, яғни календар бойынша күнін және уақыты белгіленеді. Аукцион адымымен жүргізіледі. Бірінші, мемлекеттік сатып алу веб-порталы аукцион жеңімпазын ең төмен баға негізінде автоматты түрде айқындайды.
Егер аукционды өткізу басталғаннан кейінгі 30 минут ішінде аукционға қатысушылардың бірі өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың бағасы туралы ұсыныс келіп түскеннен кейін 10 минутты құрайды. Бастапқы бағасы ең төмен болып табылатын өнім беруші аукцион жеңімпазы деп танылады. Аукцион жеңімпазы анықталғаннан кейін конкурсты ұйымдастырушы, яғни аукционды ұйымдастырушы мен аукцион жеңімпазы арасында келісім-шарт жүргізіледі. Ол келісім-шарт міндетті түрде электронды түрде жүргізіледі. Енді осы сабақты қорытындылап шығайық. Біріншіден, қандай өнім беруші аукционға қатыса алады? Екінші, мемлекеттік сатып алуға қандай комиссия түрлері қатысады? Үшінші, мемлекеттік сатып алу аукцион адымы қалай жүргізіледі? Төртінші, қандай өнім беруші аукцион жеңімпазы болып табылады? Бесінші, мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты басты шектеулерді аты. Осы қорытынды сұрақтар бойынша өздеріңізге жауаптарын жазып, дәптерлеріңізге конспектілеп аламыз. Үйге тапсырма жаңа тақырыпты пысықтап, талдап келу. Назарларыңызға рахмет.